Қайырлы күн, құрметті аналар, құрметті оқырмандар. Цитомегаловирус, СМВ, внутритробный инфекция тағы қалай атап жүр бұл нәрсені. Қазіргі уақытта балаларда көптеп кездесіп жатқан аурудың түрі, яғни цитомегаловирустың әсерінен ағзада болатын бұзылыстар, осы туралы айтайық. Мен өзім қазіргі уақытта Түркістан облысы, облыстық балалар ауруханасында инфекционист дәрігер ретінде қызмет атқарып жүрмін, және қазіргі таңда, дәл қазіргі уақытта осы цитомегаловирусты инфекция, внутриутробный инфекцияларды біз өз бөлімшемізде емдеп жатырмыз. Енді бұның негізгі белгілері қандай болады? Жалпы балада цитомегаловирус инфекциясы бар, ол активный фазада болып жатқан балада бірінші кезекте тұрақты температура, субферильді температура жоғары көтеріледі, төмен түседі. Әрдайым бір ай, бір жарым ай көлемінде бала температура көтеріп жүруі мүмкін. Екінші белгісі баланың салмағының аз қосуы, яғни бала өз салмағынан артта қалады, жасына сай болмайды, дефицит массы болады, салмақ аздық. Үшіншісі баладағы тәбеттің төмен болуы, төртіншісі бауыр мен селезенканың ұлғайып кетуі, яғни УЗИде немесе дәрігерлерге пальпация арқылы тексеріп жатса, қабырға доғасынан бауыр төмен қарай орналасқан, яғни бауырдың көлемі ұлғайған болады. Лимфа бездері ұлғайған болады баланың. Және де баладағы ең негізгі себептердің бірі ол мына анализдерінде және де баланың өзінде де денедегі неонатальный сарғыштық болуы мүмкін. Бір айға дейін, бір жарым айға дейін сарғыштығының кетпеуі туылған кезде, ал одан ересек балалар болатын болса, жаңа жоғарыда аталып өткен белгілердің барлығы балаларда болуы мүмкін. Енді цитомегаловирусты инфекция дәл балаға несімен қауіпті? Бірінші кезекте соны мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Цитомегаловирусты инфекциясы бар бала алдағы уақытта бауыр циррозына дейін, яғни бауырдың өмірге қабілетсіз, қызметі қабілетсіз болуына дейін алып келуі мүмкін, немесе балада жүрегілі неврологиялық статустардың пайда болуы. Көп аналардың айтатыны, балам туылған кезде жақсы еді, уақытымен мерзіммен босандым, роддомнан нормально шықтық, 2-3 айлығында басын ұстайтын еді, бірақ почему-то осы 7-8 айлық, 1 жас аралығында уже неврологический симптоматика пайда болып, балада қимыл қозғалысында және дамуына артта қалу, кешеуілдеу байқалып жатады. Енді бірінші кезекте профилактикасын айтайық. Цитомегаловирусты инфекцияға сіздің балаңыз шалдықпау үшін, онымен ауырмау үшін не істеу керек? Бірінші кезекте жүктілік алды, ерлі зайыпты, ері де, әйелі де бір қатар инфекцияларға, яғни торч инфекциялар дейміз, внутритробный инфекциялар дейміз, соларға бір қатар анализ тапсырып, егер қандай да бір белсенді фазасы пайда болып жатса, одан толыққанды ем алып, одан кейін барып жүктілікті жоспарлағандарыңыз дұрыс. Бұл бірінші профилактика. Екіншісі, бұл бала туылғаннан кейін баланың дамуын әрдайым учаскелік дәрігер немесе өзіңіздің арнайы педиатрыңыз, невропатологтың әрдайым бақылауында болу. Өйткені сіз внутритробный инфекцияның белгілерін, алғашқы симптоматикасын неғұрлым ерте анықтайсыз, оның ары қарай емі де солай жеңіл болады. Енді бұл видеомен мен сіздерге не айтқым келіп тұр? Қазіргі уақытта именно мына коронавирустан кейін дәл осы инфекция, осы ауру балалардың арасындағы осы асқынулар көптеп кездесіп жатыр. Осы цитомегаловирусты инфекцияға байланысты оның анализін түсінбей жатсаңыз, немесе балаңызда емнің дұрыс жүргенін қаласаңыз, балаңыздың жақсы емделгенін қаласаңыз, мен төменде номер қалдырып жатырмын, хабарласыңыздар, мен сіздерге көмектесуге әрдайым дайынмын. Мүмкіндігінше түсіндіреміз, ары қарай емдеу жоспарын құрып береміз. Ал шешім қабылдау, балаңызды дұрыс дәрігерге қарату, дұрыс емдету, ол өз қолыңызда.